Қазақтелеком жаңа Wi-Fi орнатып жатыр. Оптоволокна. Осы уақытқа дейін осындай модем еді. Осы уақытқа дейін ADSL болатын. Енді оптоволокна қояды екен. Екеуінің скорость күшін, жылдамдығын салыстырып көрейік. Бұл бізде Wi-Fi 4. Жылдамдығы 144 мегабит секунд болған. Оптиканы қойғанша ADSL-ді спецтест арқылы тексеріп алайық. Қанекей. Көрдіңіздер, өте нашар еді. Скачать 7,98 мегабит секундына, ал загрузить 0,37 еді. Ал мінекей Қазақтелеком келіп оптоволокна қосып кетті. Модем Huawei компаниясынан екен. Қанекей салыстыруды бастайық. Технология Wi-Fi 6 екен. Алдында бізде ADSL-де Wi-Fi 4 еді. Скорость подключения қараңыздар 2401 мегабит секундына. Бұл өте керемет. Тест көрейік. Мен бір рет тексеріп көрдім, қараңыздар. Бастаймыз. Кеттік. Мынаны қараңыз. Қандай жер мен көктегі айырмашылық қой мынау деген. «206». Скачать деген көшіру, загрузить деген не дейміз, жіберу дейміз ба? Рекорд, жаңа рекорд. 206-223 мегабит секундына. Қалай кетті? Құттықтап қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Сіздердің құттықтауларыңыз лайк басыңыздар. Рахмет. Қосымша мағлұмат. Модем Wi-Fi 6 болғанмен, сіздердің соткаларыңыз Wi-Fi 6-ны қабылдай білу керек. Мысалға біздің планшет Wi-Fi 5 пен істейді. Wi-Fi 6. Ескі планшет Wi-Fi 6 қабылдай алмайды.